Қыздар, баршаларыңызға сәлем. Бүгін барлықтарыңызға белгілі селдь шубой салатын рецептімен бөліскім келеді. Әркім енді әртүрлі жасайды, бірақ мен бүгін өзімнің рецептіммен бөліскім келеді. Төменде қажетті ингредиенттер жазып кетемін. Ескере кететін жайт, барлық ингредиенттер алдын ала суға пісірілді. Барлығын ашып тазалап аламыз. Кейін барлығын өткізгіштен, яғни теркадан өткізетін боламыз. Картопты алдымен өткізіп аласыздар. Барлығын жалпы үлкен бе, кіші ме, ірі ме, кішкентай ма маңызды емес. Себебі барлық көкөністер піскен. Сол себепті өздеріңізге қандай өткізгішпен өткізген ұнайды, соменен өткізе беріңіздер. Кейін жұмыртқаны осылай өткізіп аласыздар. Егер де үйде өткізгіш таппай жатсаңыздар, яғни терканы тіпті ұсақ етіп, түрпішті етіп турауға да болады. Кейін сәбізді де мен осылайынан өткізгіш арқылы, яғни терка арқылы өткізіп алдым. Тіпті блендерменен езіп алсаңыздар да болады. Бұл жерде қыздар барлығы өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша нақты қағида жоқ. Әркім өзінің ас үйінде қалай өзіне ыңғайлы солай жасасаңыздар болады. Мен бастысы сіздерге рет-ретін көрсеткім келеді. Себебі кейде асып сасқан кезде қалай жасалатынын ұмытып қалатын кездеріміз болады. Міндетті түрде балықты да мен видеода көрініп тұр. Балықты да ашып, тазалап, түрпішті етіп турап алдым. Енді қызылшаны ең соңында өткіздім. Барлығын осылай өткізгіш арқылы, терка арқылы өткізіп аласыздар. Видео тым ұзақ болмау үшін мен кішкене, жылдамдықты тездетіп түсірдім. Енді менде барлығы дайын болды. Ең соңында мен міндетті түрде балықтан кейін әрқашан пияз қосамын. Жарты пияз. Бірақ ол қалауларыңыз бойынша пияз міндетті емес, бірақ маған қосқан ұнайды. Барлығын дайындап алдық. Енді ыдысымызды аламыз. Мен бұл жерде, торт пісіретін форманы қолдандым, бірақ бұл міндетті емес. Дегенмен осылайынан дайындайтын болсаңыздар, формасын жақсы ұстайды салаттарыңыз. Балығымызды саламыз. Жақсылап тұрып дайындап аласыздар. Балықтың сүйегін, сыртын барлығын тазалап, түрпішті етіп турадым. Үстіне пиязымды қостым. Пияздың үстінен майонез қосасыздар. Майонезді көбірек қосыңыздар. Сонда өте жақсы тойымды болып шығады. Мен бірақ орта деңгейде қосам, не қатты көп емес, не қатты аз емес. Маған солай ыңғайлы. Кейін картопымызды саламыз. Енді картопымыз піскен картоп қой, қатты жұмсақ. Сол себепті мен оны жақсылап тұрып, үстін басыңқырап тұрып салам. Сонда өзінің формасын да жақсы ұстайды. Жалпы формадан алған кезде, түрпішті формада жасайтын болсаңыздар, формадан алған кезде торт секілді әдемі болып тұрады. Кейін бұлай төртке бөліп, үстелге тарелкаға салып қоя берсеңіздер болады. Біріншіден өте әдемі, ыңғайлы, және де қонақтар келгенше көп орынды алмайды. Яғни дәл қонақ келер кезде түрпішті етіп турайсыздар да, үстелге қоя бересіздер. Үстінен жақсылап тұрып басасыздар. Картошканы, картопымыздың үстінен. Үстінен майонез қосасыздар. Майонезімізді, осылайынан жағып шығамыз. Кейін сәбізімізді қосамыз. Алдымыздағы позицияны дәл қайталаймыз, сәбізімізді қосамыз. Үстінен жақсылап тұрып басын қыраймыз. Басыңыздар қыздар, сонда формасын жақсы ұстайтын болады. Егерде мен секілді форма қолданбасаңыздар, онда қатты басып жібермеңіздер, орташа деңгейде. Үстінен майонез саласыздар. Мен тағы да бұл жер айта кететін жағдай, мен кішкене үстінен тұз септім. Осы сәбізден кейін тұз сеуіп жібердім. Жалпы негізі ол дұрыс нәрсе деп ойлаймын, сонда дәмі болып тұрады. Кейін қайтадан майонез жағамыз. Енді диетада отырған адамдарға, немесе майонезді мүлдем жақтырмайтын адамдарға греческий йогурт деген сатылады. Сонымен жасай берсеңіздер де болады. Кейін жұмыртқамызды саламыз. Оны да түзеп шығасыздар. Дәл алдында позицияны қайталаймыз. Үстінен майонезін жағасыздар.
Менде шамамен шын айтса 600-700 граммдай майонез кетті. Енді бірақ қалауларыңыз бойынша тіпті көп болғанын қаламасаңыздар аз қосуға болады. Бірақ қатты тым көп қосуға жалпы кеңес бермеймін. Және де ең соңында жаңа қызылшамызды қосамыз. Қыздар, қызылшаны шын айтайын кеңес ретінде айтайын, қызылшаңыз көп болсын. Жалпы балық пенен қызылшаның жалпы құрамын өте көп болғаны дұрыс меніңше салатта. Себебі осы сельдь под шубой салатының ең басты жаңағы кейіпкерлері меніңше ол осы балық пенен қызылша. Міндетті түрде осынан үстінен жаңағы басыңқырап майонезін жағамыз үстінен. Сосын міндетті түрде қыздар тоңазытқышқа қойып қойыңыздар. Ең кем дегенде 3-4 сағат тұруы тиіс. Ол міндетті түрде, сонда өте жақсы сіңіп күшті болып шығады. Міне қыздар, мен шамамен 4 сағаттан кейін шығардым холодильниктен. Керемет болып шықты, формамды алып тастадым. Қазір міне разрезе көрсетемін. Осылайынан бөліп жаңа тарелкаларға сала берулеріңізге болады. Өте ыңғайлы, керемет болып шықты. Дәмі енді тілі үйреді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған мен Райхан.